Қалайсыздар? Менің есімім Жұлдыз. Бұл менің YouTube каналым. YouTube каналыма тіркелсеңіздер өкінбейсіздер, себебі менің YouTube каналымда сұлулық әлемі жайлы білетін боласыздар және үйренетін боласыздар. Менің YouTube каналымда өте құнды ақпараттар болады, және лайк басуды, комментарияға не білгілеріңіз келеді, соны жазуды ұмытпаңыздар, және колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерге қазір қалай отыру керектігін көрсетемін. Ол үшін біздің осындай столымызды жақындатамыз. Және кушеткаға осылай қойғанда қолымыз осылай тұру керек. Сол кезде қойған кезде бізге ыңғайлы болады. Егер де біз былай отыратын болсақ, ол дұрыс емес, және алыс болатын болса, ол тоже дұрыс емес. Және кушеткада адамның басы осылай басымен кушетка осындай бірге тұру керек. Осылай. И отырған кезде осылай біз пинцетті ұстаймыз. Және біздің орындығымыз да соған сай болу керек. Орындығымыз да ыңғайлы болу керек. Адам енді әркімде әртүрлі, сол үшін отырған кезде осындай қимылы осы несімен примерно осындай қалыпта болу керек, чтобы қол қойған кезде осылай қойылу керек. Және біздің кушеткамыздың ұзындығы 180 сантиметр болу керек, ұзындығы. Потому что көп адамдардың бойлары ұзын болады, бойлары қысқа болады. Негізі максимальный стандарты ол 180 сантиметр болу керек. Ширинасы ол 70-80 сантиметр болу керек. Ол томпақ қыздарға да, ары қыздарға тоже болады. Ал ұзындығы, осы кушетканың ұзындығы, осы аралық бізде 70 сантиметр болмау керек. 70 сантиметр ол основном массаж істейтіндерге арналады, ал біздікі 80 сантиметр болу керек, потому что кушетка бұдан төмен болса, бізге ыңғайсыз болады. Сол үшін 80 сантиметр ол идеальный вариант. Және салмағын 200 килограмм көтеретінге дейін алуымыз керек. Себебі тоже томпақ қыздар келеді, арық қыздар келеді деген сияқты. Сол салмағына да қарап аласыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі келесіде бұдан да құнды ақпараттар болады. Және лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарияға не білгілеріңіз келеді, жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің кішігірім арманым бар еді, 1000 подписчикке жету. Сол арманымды қолдап жіберсеңіздер, мен өте қатты қуанышты болатын едім. Всем пока!